Ассаламу алейкум, пацаны. Братан, как тебя зовут? Меня? Да. Карим. Карим, ты сломал руку, да? Где? Не, вообще, это как... Дома я сломал палочку. Не, вообще сломал, да, руку, да? А ты кто? Не, я просто поддерживать хочу тебя. Насчет? Ты это, не грусти. Жизнь нормально коротка, все будет нормально. Да, нормально все? Ты самый Да, крепкий чё ты человек. Просто я с Алматы пришел для тебя поддерживать, брат. Ты красавчик. нормально всё? Нормально будет все, давай. Қыздар, саламатсыздар ма? Мына жерде туалет қаяқта? Жақын жерде? Марттың ішінде? Мына жақтарда туалет жоқ па? Марттың ішінде. Оған барған тяжко ғой. Не істейсіздер ма? Сіз сол жақты, сол жақты қарай тұрыңызшы. Жібере салайыншы. Кім? Көппеңіздер ме? Бәлем бәрін көрдіңіз ба? Бүйтіп қойыңыздар. Это как смешарики ма? Нет. Просто love story түсіріп жүрген ма? Соған керек еді осындай. Туалетті қатысы не? Просто қызым айтып еді love story осындай. Сүйіп түсіресің ба love story деген сонымен. Сіздер менің әйелімнің мечтасын құрттыңыздар. Енді сүйейін деп тұрмын. Жан, короче, отказ love story. Чувак, как ты? Салам. Как дела там? Че, рэп читаешь, брат? Эй, девчонки, как вы? Маза такая. Алло. Ол Геленваген сатып жібердім ғой мен. Двухэтажный коттедж жағым. Ау? Двухэтажный коттедж алдым мен. Бір 500 миллион аудара сал счетыма. Давай аха хабарласамыз. Саламатсыздар ма? Қарызға 500 теңге шықпайды ма? Таксиге керек еді, просто шықпайды. Брат. Ассаламу алейкум. Можно сфоткаться? Ты Джахали? Не, работаю. Танымадыңыз ғой мені? Ой қойыңызшы. Бір ретте кімнің тойында шебет қой екенсіз бірге? Мас болып қалатын кешше сіз. Сізді сүйреп шығарған мен ғой, білесіз ба? Масқара шетке сағат егі. Аға. Сол күні үйге барғаннан не ағаған жоқсыз ба? Ауырып, анау что-то арақ ауыртады екен, байқадыңыз ба? Арзан арақ қойған ойдың. Нормально болды ма? Мен жаман ауырдым, азанда тандым іздеп, сорпа ішіп. Сонымен до того басым ауырғаны мен не істедім ғой? Миымды алдырып тастадым аға. Немен жүрмандай? Искусственный миымен, роботтың миын сағам ғой. Жақсы аға, жолғамыз. Девушка, здравствуйте. Можно один штук возьму? Просто классно, кушайте. Саламатсыздар ма? Егерде жақын арада самолетпен ұшатын адамдар болса, араларыңызда ондаған авиакомпаниялардың сайтына кіріп бастарыңызды ауыртпайсыздар. Тек қана aviasales.kz-ге кірсеңіздер, соқта ең арзан билеттер, сенімді ұшақтар, сонымен қатар күшті адамдар. Мынандай сумканы алып ертең барып Турция-Мурцияға ұша берсеңіздер болады. Болды, братан. Түсініздер ма? Толық нұсқаны ссылкасынан қалдырып кетем. Соқа aviasales.kz-ге кірсеңіздер, обязательно кіріңіз. Рахмет. Авиасales. Мынандай сумка алмайсыздар ма? 2,5 теңге. Я, достар, міне өзімнің атаулы именной кейпімді ашық деп жариялаймын. Көптен күткен осы көлігімді сіздерге ойнатсам деген ниетім бар. Десең ойнап айтам. Достар, каналға тіркеліп колокольчикті басыңыздар, лайк, комментарийді аямаңыздар, өз достарыңызға жолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды әрмен қарай жалғастырамыз, соңына дейін көріңіздер. Такси. Ты Андрей? А? Ты Андрей? Не. А ты Володя? Кто Володя? Садись, брат. Брат, садись, отвезу. Куда тебе? Как?
Вы где живете? Где живете? Нет, в Таразе, да? Ну, именно где? В центре? Садитесь, отвезу. Да, брат, шутка. Я тебя знаю. Я тебя знаю. В смысле? Ты это, да? Который сейчас в смысле говорил. Саламатсыз ба? Жақын жерде аптека бар ма, білесіз ба? Аптека мына жақта жоқ па? Ол жерде жоқ, маған просто срочно үйлену керек болып жатыр да, соған аптека керек. Үйленсе не аптека керек па не? Үйләпке логично ғой, аптека керек емес. Ана жақта тұр. Енді қараңыз, мен үйленемін, әйелім миымды жейді, сол үшін мен дәрі ішіп алатын, бастың дәрісін аба алмаймын ба, мида. Ана жақта бар. Бар ғой жерде, иә? Здравствуйте. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над гротой, выходила. Знаете эту песню? Тарас шахардан, Шымкентша. Это не знаете, да? Это казахская крутая песня. Да? Если слушаете, казахские. Сейчас хитовый на банкетах мы танцуем. Там классная песня. Да? Слушайте. Это просто не ходим. Зачем? Дома приглашают. Не приглашают? Видите, мы первый раз вышли. Давайте вас на свою банкет приглашаем, на свадьбу. Да. У вас свадьба когда будет? Но это да, обязательно деньги надо принести. Да? Да? Мы-то знаем. 5000 тенге, да? Можете сразу дать? Просто Авансом? да. Блин, авансом. Задаток. Я только когда на той позовете. На той, как положено. На тост одеться дадут? красиво. Слово дадут тогда? Если на тост выходите, это 6000 будет. Хорошо. Да? А это много слова говорите, это 700 000 тенге. Много договоримся. Да. Не будете, да? А вот тут есть. Ладно, девчонка, хорошего дня вам. Вот, жалпы өмірде адамға жылулық беретін не екенін білесің ба? Жылулық? Аха, адамға жалпы өмірде жылулық беретін нәрсе. Жақсы көретін адам. Жақсы көретін адам, жоқ. Қалың ұлтарақ. Иә, аяғына із өтпейді. Қалың ұлтарақ киіп жүр баба. Брат, можно 1 минут? Ассалаумалейкум. Братцы, короче, реклама. Реклама. Если вам кто-то тронет, меня позовете, 1000 тенге я оторву его голову. А если с женой ругаться, меня позовешь? Позовешь? Позовешь. Меня позовешь с женой ругаться, я заявление пишу, я ему тюрьму 10 лет. 2000 тенге. Если ты пить будешь, меня позовешь, я до конца пью, и там вообще я... Как это? Блюешь. Я блюю, весь стакан разбиваю, женщинами драться, мужиками драться, весь драться, и за счет ты платишь. Зачем надо такой тебе? Ладно? Не бери меня. Пока. Здравствуйте. Ассалаумалейкум, брат. Этот вопрос. Вы женаты или просто пары, да? Сколько лет вам? 20. Нет, вместе. 2 года вы вместе, да? Вы любите друг друга? Сильно, да? Это такая просьба. Вы мне понравились, и я думаю, что я чуть-чуть красивый от него. Можем мы встречаться с тобой? А? Я тебе цветы подарю. И что? Я тебе не верю. Да. И что? М? И что? В кино будем вместе ходить. Я и так хожу. Я тебе пигуди куплю. Я и так Семечки каждый день. Ну, брат, тебя ноги воняют? Честно говори? Да? Меня не воняет. Ну, это временно же. А? Это же временно. Нет. Я просто салафан надел. Можем вместе? А? Блин, броси, братан, сейчас. Зачем? Проси свою дочь. Сейчас на такси посажу. Нет, сейчас брось. Все, бросаешь, да? Не сегодня. Когда? Ну ладно.
Что, снимать, что ли? Ну, прикинь. Это пранк? Вы пранк снимаете? Да. А? Да, да. Сейчас Блин, на такси брат. посадим. YouTube меня не влажь. Хорошо. Я не люблю просто. Да. Давай, удалите. Серьезно, не надо. Удаляем. Да, все, давай. Bir күні бір не болғанға, екі келін болған ғой ше, абысын болған ғой, бір-біріне абысын болады ғой. Сонымен екеуі айтады дейді ғой. Қашан күштіп жүре береміз, жүрші бір баняға барып демалайықшы дейді деген да. Сөйтсе екеуі баняға бармай ма? Енді моншаға барып жуынып шайынып шығады ғой екеуі. Сен қасындағы абысын айтады дейді. Мысқырайсып жүре береміз ба девші? Қатыра да. Ай, абысындар түсуді қойын дегізі. Жүрші деп айтады дейді ғой. Қызыңмен жүрсің ба? Брат, бір совет айтайыншы деп едім, жалпы ер азамат, бір дос ретінде, бауыр ретінде айтайын деген ма? Мысалға да, осындай қызыңмен көшеде кетіп бара жатасың ғой, егер балалар әңгіме айтып жатса. Осы приемды қолданшы, брат. Мен бір ретте қызыммен келетін досын істемем, айыр жібергенсің ғой. Брат. Рахмет. Алло. Здравствуйте. Ассаламу алейкум, брат. Можно 1 минут? Можно 1 минут? Что-то спрошу. Я, короче, когда в школе учился, там я, когда Новый год был, я песни пел. И мне жюри там директор сидел, завуч сидел. И... Нет, жюри сидел. И я пел песню «Хош келдің, жаңа жылым қазағыма». И меня 3 поставили. Мерзавцы, да? Мерзавцы. Бля, 3 поставил меня, брат, понимаешь? Алло. Қазір бір саламатсыздар ма? 27 қашан келеді, білемейсіздер ма? Қай уақыт? 27? Иә. Бітті ғой. Қалай? Автобус дейсіз ба? Иә, 27. Жоқ, 27. Оны. Вот. 7 жылдан кейін келеді екен ғой. 2027 ше. Солай. Қай 2020 ма? 27 жылдан кейін 2007 болады екен ғой. Мен ана жаңа жылда ана өлеңді айтқан боламын. Извиняюсь. Давайте не будете нам мешать. Все. Извиняюсь. Я как адекватный человек уйду отсюда, черт побери. Я достар, сонымен қатар менің Instagram парақшама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Өйткені мен бұл жақта YouTube'да жоқ қызықты видеоларды салып отырамын. Саламатсыз ба екен? Бартер бар ма сіздерде? Бартер? Бартерге істемейсіздер ма? Короче, біз сіздер рекламаға түсіріп береміз да. И соған самса бересіз. Қандай реклама? Сіздер реклама істеп береміз да. И оған сіздер бізге тамақ бересіздер. Қанша тамақ? Соны бартер дейді. Қандай тамақ? А? Қандай тамақ? Ну енді көп емес. Сіздер оны қашан шығарасыздар? Интернетке. Қанша самса? 2 самса бересіз. Чай ішеміз. Қанша баласыңдар? А? 2 бала. Жарайды, шығарып беріңдер. А, істейміз да? Иә. Темір шығарады. Налады, ауылдан келген сүттер деп айтам ғой, а? Фирузаның бургері деймін. Болды, нормально қойып алдыңыз ғой, а? Фирузаның бургері деп жазды. Фируза дей берейін ба? Ал, кеттік ал. Ал, құрметті достар, біздің өмірдегі ең бірінші бартеріміз. Бартер деген не екенін білетін шығарсыздар, біз оған реклама істеп береміз. Соған рекламаға бізге тамақ береді. Ана байнерлер істейді ғой, сол сияқты біздің ең бірінші бартеріміз. Егер де Тараз қаласында жүрсеңіздер, Тараз қаласында Арбатқа екінші бутик Жазира апке десеңіздер, Жазира апке күшті самсалар береді. Фируза апке десеңіздер, Фируза апке пиводик хот-догтар береді. Хот-догтары күшті. Кеп жеңіздер, кеттік, ішке кірейік. Бізге жейтін нәрселер беріңіз, біз тоже жеп отырып түсіреміз енді. Біз сосын масқара тамақ ішеміз, әкеміз. Мә, банкротқа түсіп кетсейсіз ба? Достар, короче, ең бірінші бартеріміз міне. Арбатта екінші бутик Жазира апкеге келесіздер. Дерскі самсалар береді ғой, короче. Мен осы жерге отырасыздар, мен ащы, крушегер бәрі бар. Прическа сделаем, тоже бартер. 1 минут. 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 1
Мен достар, тағы да бартер түсіп отыр. Общем, бартер деген кайф нәрсе екен ғой. Қазір ғана міне шаштараздан бізге келіп реклама істеп берсең, шашыңдап береміз дейді. Барамыз оған. В общем, бартер деген кайф нәрсе екен. Ал достар, мінекей біз Жазира әпкеміздің халяльный кафесіне келіп, бартерге міне 2 самса 2 чаймен не қылып отыр. Әпке, бүйтіп қойсаңызшы камераға. Міне осы әпкемізге келсеңіздер, Арбатта 2-ші бутик Жазира әпке қақты десеңіздер, әпкеміз шығады, дерзкі. В общем, осы жақтан келіңіздер, сочный, мощный. Мынау мысалы самсаның аты не екен? Шашлычный самса екен. Чайдың аты черный сад лимоном деп қойып, бірақ бізге лимон берген жоқ. В общем, дәмін көрейік. Өте керемет екен. Келіңіздер, достар. Өмірімде мен бартер істеймін деп ойламаппын. Негізі мен әпке бартер дегенше өзімді онша түсіне бермеймін негізі. Бірақ сізге рахмет әпке. Қарнымыз ашып жүреді. Негізі. Масқараға қиналып кеттік соғын кездер ше. Рахмет әпке, Алланың нұры жаусын сізге. Ужас. Өмірімді бірінші естіптім достар, көріп отырсыздар ғой. Ал достар, біз міне Жазира әпкеміздің бутигінен 2 самса 2 чайымызды ішіп, бартерге ішіп шықтық. Өміріміздегі бірінші бартеріміз. Әрине бартер деген күшті нәрсе екен, бірақ біз сонда да енді әпкемізге үлкен рахмет келіскеніне. Әпкемізге бірақ сонда да төлейміз, әпкемен ала салыңыз. Алыңыз әпке. Алыңыз әпке. Әпке, аңыз деймін. Аңыз әпке, аңыз. Сізге үлкен рахмет келіскеніңізге, ақ көңіл әпке екен. Сонда да достар, мен Таразда Арбатқа келсеңіздер, осы әпкеге келсеңіздер, өте ақ көңіл күшті әпке, самсалар күшті екен. Осы бутикқа келіп самса жеп тұрыңыздар. Рахмет әпке. Видеоны өшті ма? Қайтарыңыз ақшамды әпке. Ойлап тұрсыз ба, шынымен де береді екен деп? Ойнамайтам. Жақсы әпке, рахмет. В общем, достар, бартер деген кайф нәрсе деген ғой. Бірақ құдай сақтасын, шлей 520 теңге төлейміз енді. Крупный нәрселер болса хабарлассаңдар, короче, сол көр. Я достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Каналға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ бізге осындай видеоны түсіруге рұқсат бергені үшін Март сауда ойын орталығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Достар, келесі аптаға дейін қызықты видеоларды күтіңіздер. Сіздермен бірге тек қана мен, Есенхан Алмас. Бол.